Бүгінгі менің қарастыратын сұрағым қалмақ қырылған және аңырақай шайқастарының ерекшеліктері мен тарихи маңызын талдау. Қалмақ қырылған шайқасы. Бұл шайқас 18 ғасырдың басында Сырдария мен Арыс өзендерінің маңында болған деп есептеледі. Дәл уақыты нақты көрсетілмеген. Бұл қазақтардың жоңғарларға және қалмақтарға қарсы ұйымдастырған ірі шайқастарының бірі. Қазақ қолын атақты билер мен батырлар Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, Абылай хан, Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр басқарған. Шайқас кезінде жау әскері үлкен шығынға ұшырап, сол себепті бұл оқиға қалмақ қырылған деп аталып кеткен. Қазақ әскерінің бұл шайқастағы жеңісі халықтың рухын көтерді. Болашаққа деген шайқастарға сенім берді. Ел бірлігін нығайтып, қазақ даласының оңтүстігін жаудан тазартылды. Бұл оқиға жоңғарларға қарсы күрестегі маңызды белес болды. Аңырақай шайқасы 1729 жылы, кейбір деректерде 1730 жылы қазіргі Жамбыл мен Алматы облыстарының шекарасындағы Аңырақай тауының маңында өтті. Бұл шайқасқа қазақ халқының үш жүзі, ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз бірігіп, жоңғарларға қарсы шықты. Қолбасшы Әбілқайыр хан, ал әскерде Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Райымбек батыр болды. Шайқаста қазақ жасақтары жоңғарларды ойсырата жеңді. Аңырақай шайқасы жоңғар шапқыншылығына қарсы күрестегі ең шешуші жеңістерінің бірі болды. Бұл жеңіс қазақ халқының тұтастығы мен бірлігінің нәтижесі ретінде тарихта қалды. Шайқастан кейін қазақ жерінің едәуір бөлігі жаудан азат етілді. Алайда бұл жеңістен кейін билік үшін талас қазақ билігіне әсер етті. Қорытындылай келе, қалмақ қырылған және аңырақай шайқастары қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресіндегі аса маңызды тарихи оқиғалар. Бұл шайқастарда қазақ жасақтары бірлік пен ерліктің үлгісін көрсетіп, жауға шешуші соққы берді. Қазақтардың алғашқы ірі жеңістерінің бірі ретінде ел рухын көтерді және оңтүстік өңірлерді азат етуге жол ашты. Үш жүздің біріккен күшінің нәтижесінде қазақ жерінің көп бөлігі жоңғарлардан тазартылып, ұлт бірлігінің тарихи маңызы айқын көрінді. Бұл шайқастар қазақ халқының тәуелсіздігі мен жер тұтастығын сақтап қалудағы шешуші қадамдардың бірі болды.